Кайырлы күн достар. Сіздерге бүгін әлемнің ең үздік жоғарғы қаржы жинаған 30 фильм топтамасын ұсынамыз. Ал кеттік, бастаймыз. 30-шы орында 2012 жылы шыққан «Темный рыцарь. Возрождение легенды» фильмі. Жинақ қоры 1 миллиард 81 миллионға жуық ақш долларын құрайды. 29-шы орында «Трансформеры. Эпоха истребления. Атака» фантастикалық фильмі. Жинақ қоры 1 миллиард 104 миллион доллар. Фильм 2014 жылы көрермен назарына ұсынылған. 2012 жылы шыққан 007 координаты Skyfall фильмі. 28-ші орында жайғасты. Жинақ қоры 1 миллиард 108 миллион долларды құрайды. 27-ші орында 2003 жылы жарық көрген «Властелин колец. Возвращение короля» фильмі. Жинақ қоры 1 миллиард 120 миллион доллар. Ал 26-ші орында және бір «Трансформеры 3. Темная сторона Луны» атты фильмі. Жинақ қоры 1 миллиард 123 миллион долларды құрайды. 25-ші орында алған «Капитан Марвел» фильмі. 2019 жыл көрермен назарына ұсынылып, жинақ қоры 1 миллиард 128 миллион доллар шамасында. 24-ші орында «Человек-паук. Вдали от дома» фильміне бұйырды. Жинақ қоры 1 миллиард 132 миллион доллар шамасында. 23-ші орында «Аквамен» фильмі. Фильм 2018 жылы көрермен назарына ұсынылған. Кассалық жинақ 1 миллиард 148 миллион доллар. 22-ші орынға жайғасқан 2016 жылы шыққан «Первый мститель. Противостояние» фильмі. Жинақ қоры 1 миллиард 153 миллион доллар шамасында. 21-ші орында анимациялық фильм «Миньоны». Фильм 2015 жылы халық назарына ұсынылған. Жинақ қоры 1 миллиард 159 миллион долларды құрады. 20-ші орынға жайғасқан «Железный человек» фильмін 3-ші бөлімі. Фильм 2013 жылы шыққан. Жинақтау қоры 1 миллиард 215 миллион доллар шамасында. 2017 жылы жарық көрген «Форсаж 8» фильмі 19-ші орынға жайғасты. Фильмнің жинақ қоры 1 миллиард 238 миллион доллар көлемінде. 18-ші орында алған «Супер семейка 2» анимациялық фильмі. Фильм 2018 жылы шығып, әлем назарына ұсынылған. Фильмнің жинақ қоры 1 миллиард 242 миллион доллар. 17-ші орын 2017 жылы шыққан «Красавица и чудовище» таңғажайып ертегі фильмі. Жинақ қоры 1 миллиард 263 миллион долларды құраған. 16-ші орында «Холодное сердце» мультфильмі. Мультфильм 2013 жылы жарық көріп 1 миллиард 289 миллион доллар қаражат жинаған. «Мир юрского периода» 2 фильмі 15-ші орынға жайғасты. Фильмнің 2018 жылы жарық көрген. Жинақ қоры 1 миллиард 308 миллион доллар. 14-ші орында «Звездные войны. Последние джедаи» фильмі. 2017 жылы жарық көрген. Фильм қоры 1 миллиард 332 миллион доллар шамасында. «Гарри Поттер и дары смерти» 2-ші бөлімі 13-ші орынға жайғасты. Фильмнің 2011 жылы жарық көріп, жинақ қоры 1 миллиард 341 миллион доллар. 12-ші орынға «Черная пантера» фильмі. Жинақ қоры 1 миллиард 346 миллион доллар. Фильм 2018 жылы жарық көрген. 11-ші орында 2015 жылы жарық көрген «Мстители. Эра Альтрона» фильмі. Жинақ қоры 1 миллиард 402 миллион доллар. 10-ші орында және бір анимациялық «Холодное сердце» 2 фильмі. Жинақ қоры 1 миллиард 450 миллион долларды құраған. Фильм 2019 жылы жарық көрген. 9-ші орында алған «Форсаж 7» фильмі 2015 жылы көрермен назарына ұсынылған. Жинақ қоры 1 миллиард 515 миллион доллар шамасында. 8-ші орында 2012 жылы шыққан «Мстители» фильміне бұйырды. Жинақ қоры 1 миллиард 518 миллион доллар. 7-ші орында «Король лев» анимациялық 3D форматтағы фильм. Фильм 2019 жылы көрермен назарына ұсынылды. Кассалық жинақ 1 миллиард 656 миллион доллар.
6-нчы орынга жайгашкан 2015 жылы шыққан «Мир юрского периода» фильмі жинақ қоры 1 миллиард 670 миллион доллар шамасында. 5-нчы орында және бір «Мстители. Война бесконечности» фильмі. Фильм 2018 жылы жарық көрген, жинақ қоры 2 миллиард 48 миллион долларды құрайды. «Звездные войны. Пробуждение силы» фильмі 4-нчы орынға жайғасты. Фильм 2015 жылы халық назарына ұсынылған. Жинақ қоры 2 миллиард 68 миллион доллар. 3-нчы орында «Титаник» фильмі 1997 жылы жарыққа шыққан фильм. Фильм қоры 2 миллиард 194 миллион доллар шамасында. 2-нчы орында 2 миллиард 790 миллион қорымен 2009 жылы жарық көрген «Аватар» фильмі жайғасты. 1-нчы орында «Мстители. Финал» фильмі 2019 жылы шыққан фильм 2 миллиард 797 миллион доллар жинайды. Лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.